Құрметті оқырман, 2021 жылда Қазақстандағы 30 жыл тәуелсіздігімізге бір ел бір кітап акциясына орай Агата Кристидің «Ғайып болған миллион» деген кітабы кіріп отыр. Али Ахметовтың аудармасы ағылшын тілінен. Осы кітапты оқуға шақырамыз. «Ғайып болған миллион». Жазушының «Ғайып болған миллион» аты кітабының тақырыбында айтылады. Кене ішінде кілтте тұрған $1,000,000 бағаланған облигациялардың үштігейлі жоғалып кеткен туралы айтылады. Ол жөнінде кітапты оқи көпшілікке детективтік шығармаларымен танымал. Пуаро бұл кәсіпке қызығушылық танытып, жас жұбайларға көмектесті. Ал ол мұны қалай істеді? Сіздерге уақытыңыздарды бір бөлігін Агата Кристидің осы әңгімесіне арнағандарыңызды білесіздер. Кемеде не болуы мүмкін? Сондықтан оқиғаның барысын қадағалау өте қызықты болды. Сюжет мүлде жасалмаған. Бұл оқырманды қызықтырады. Сондықтан мен өз тарапымнан сіздерге бұл кітабын ұсына аламын. Сіздерге ұнайды деп есептеймін. Неліктен адамдар заңды бұзуға мәжбүрлейтін қылмыс жасауға дайын? Сұрақтарыңызға жауап алу үшін оқиғалардың барысын бақылап отыруға дайынсыздар. Қызықты детективті оқыңыздар. Және бұл жерде әділетке деген ұмтылыс толқылау мен оқиғалардың күтпеген араласуымен араласады. Көп сенсация беретінде сонымен бірге дамитын кітап.